Мына референдумға қарсы мынау естіп жатқан шығарсыздар. Қостанайда мынау Наша газета деген сондай неге журналистский опросқа көшеге шығып адамдардан сұрағанға, мынау референдумға қалай қарайсың, көзқарасың қандай, келісесің бе, келіспейсің бе деген сөздерге соны ерте деп соларға айыппұл салғанын естіп жатқан шығарсыздар. Сонда қызық деймін да, мынау заңды қалай бұра беруге болады. Былай қарасаң, олар ешқандай заң бұзып тұрғаны жоқ. Бірақ соларға заң бұзды деп айыппұл салып жатыр. Салып тастады. Бірақ әлеуметтік жерде адамдар көп, негізі шығып жатқан. Мен мынау жаңа ата заңымызды қолдаймын, бүйтемін, дауыс беруге келіңдер деп. Енді дауыс беруге келіңдер дегенге мен қарсы емеспін енді. Әркім өзі біледі ғой, қалай берсе де дауысты. Бірақ деп ойлайсың да, соларға неге заң қолданбайды? Сен неге өйтіп айтып жатсың? Мен қолдаймын деп неге айтып жатсың деп. Сондайларға неге заң қолданбайды деймін да. Әділдік болса. Әділдік қайда деп сұрағың келеді да, сонда. Бәріне бірдей қарау керек, заң болғасын. Мен айтарым сол. Мынау полиция қызметкерлеріне айтарым бар сол. Сендерге шаш ал десе, бас алудың қажеті емес. Қандай заказ екен бәрім. Мынау қазіргі қоғам, бізде белсенді қоғам, ол надан емес, сауатты, бәрін білет. Кім не істеп жатқанын ойланыңыздар.